Мен зерттеушімін. Бір сабақ, зерттеу кезеңдері. Сен айналадағы құбылыстарға, нысандарға зерттеу жүргізесің. Айналаны танып білуге кімдердің көмегі қажет? Кім көмектеседі? Айналаны танып білуде бізге ең алдымен отбасымыз, ата-әжеміз, ата-анамыз көмектеседі. Өйткені олар өз өмірлік тәжірибелерін үйретеді. Сонда ішінде, тереңірек тану үшін арнайы мамандық иелері мен ғалымдардың көмегі қажет. Өсімдіктер мен табиғатты тану үшін биолог пен бағбан. Адам денсаулығы мен ағзасын білу үшін дәрігерлер мен лаборанттар. Жер шарын, ауа райын және ғарышты тану үшін ғарышкерлер көмектеседі. Білгенің жөн, нені пайдаланасың? Зерттеу кезеңдерінде қандай құралдарды қолданамыз? Зерттеу жүргізу барысында біз мынадай құралдарды пайдаланамыз. Заттардың көлемін өлшеу үшін сызғышты. Уақыт пен мерзімді анықтау үшін сағат пен күнтізбені. Ұсақ бөлшектерді анықтап, зерттеу үшін лупа, үлкейткіш әйнек мен микроскопты. Нәтижелерді жазып алу үшін кітап пен қарындашты қолданамыз. Ал табиғат құбылыстары мен өсімдіктер, бақ-бақ, біздің бақылау нысанымыз болып табылады.